Барселона тағы да Еуропа лигасында ойнауға мәжбүр. Оны мұндай деңгейге түсірген ешкім аямайтын Бавария мен өзінің Италиясында қорқыныш сыйлайтын Интер Милан. Бір қызығы Барселонаның бұл екі командаға күші жетпегені соншалықты бар үмітті байғыз 0 паймен өмір сүріп жатқан Виктория Плзеннен күткені. Қазір Барселона Еуропа лигасында тағы ойнайды дегені таңғалдырмайды. Қайта Барселона Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңіне өтті дегені таңғалдыратын секілді. Видеода Барса неге мұндай деңгейге түсті? Левандовскийдің мұңы, Хавидің күйзелісі, Мессисіз Барсаның әлде жағдайы мүшкіл екені және осы Чемпиондар лигасындағы жол туралы қызықтармен бөлісетін боламыз. Қолдау ретінде видеоға лайк басып, Желаяқтай арнасына тіркелеген. Сенің қолдауың мен үшін ауадай маңызды. 2022 жылы басталған Чемпиондар лигасы біраз қызыққа толы. Ең бірінші қызығы ол Ювентус, Барселона, Аякс, Севилья, Атлетико Мадрид сынды финалға лайықты командаларға Еуропа лигасында билет сыйлауы. Оның өзінде Атлетико Мадрид пен Ювентус Чемпиондар лигасы түгілі Еуропа лигасына да жете алмай ұшып кетуі мүмкін. Барселона мен Манчестер Юнайтед, Ювентус пен Атлетико Мадрид, Рома мен Севилья, Арсенал мен Аякс клубтары теке тіресейін деп тұр. Барлығы мұндай командаларды көріп Чемпиондар лигасының ақтық мәрелері деп ойлар. Бірақ бұл жай ғана УЕФАның өзі менсінбейтін Еуропа лигасы. Себебі алтын допты алу үшін Еуропа лигасын ұтқаның оларға маңызды емес. Мысалы, Чемпиондар лигасында жай ғана топтан шыққаның үшін 10 миллион евроға жуық ақша берсе, ал Еуропа лигасының топтық кезеңнен шығып, финалда жеңімпаз атанып жатсаң, саған жалпы суммада 15 миллион евродай ғана ақша беріледі. Айырмашылық өте үлкен. Біздің Барселонамызға оралайық. Бавариядан тағы да жеңіліс тапты. Соңғы 4 ойында Баварияға қарсы жеңіс түгілі 1-1 гол соға алмады. Ал жалпы неміс машинасын соңғы 6 ойын бойы ұта алмай келе жатыр. Бұл жолы барлығы Барселона жеңіске жетуі әбден мүмкін деген болжамдар өте көп болды. Себебі Бавария топтан шығып қойған, оған мәнсіз, мотивациясы жоқ. Ұтылады ма, ұтады ма, бірақ сонда да Барселона десе қызыл шүберекті көрген бұқа секілді мүйіздермен бірден шап береді екен. Бәленің барлығы Левандовскийда болуы мүмкін деп, оны да өзінің сапына алып еді. Бәрібір Левандовскиймен де жалпы 2 матчтың есебі бойынша 5-0 есебімен ұтылды. Матч басталмай жатып қалжыңбас Томас Мюллерді Левандовскийге «Лева, біз келе жатырмыз» деп үстен әзілді видео жолдады. Әзілі шынымен де өтті. Levi, wir kommen. Hier, schaut Jamal, ey. Osterhase, mach mal deinen Hut runter. Ja, und jetzt. Hi. Stani, nicht schüchtern sein. Schau mal rein hier. Levi, wir kommen. Левандовский Еуропа лигасына өткен кезін сезгенде Барселона сапына бекер келдім ау деген ой келген секілді. Болашақтан өзіне хабар беретін мүмкіндігі болса, Лева өзіне тек ауыспашы деп өтініп айтар еді. Педриде ойыннан кейін біздің команда жас, әлі көпті көруіміз керек. Өсетін шыңымыз алда, бірақ бір анығы біз әлі Чемпиондар лигасында күреске дайын емес екенбіз, деп үн-қатты. Одан алдың бапкердің өзі Хавиде өте қиын топқа тап болдық. Бұл матчқа Чемпиондар лигасында алдын ала ұшып кеткенімізді білгеніміз кері әсер еткені рас. Маусым қазан айында аяқталмайды, әлі шыңдарға ұмтылатын күрестеріміз көп, деп ойыннан кейін сұхбат берді. Мүмкін бәрі Месси кеткеннен болар. Себебі Месси кеткеннен кейін Барселона күнін тек Еуропа лигасында көріп жатыр. Бірақ 8-2 деген есеп осы Месси барда болған соң кінәліні басқа жақтан іздеу керек. Кешегі ойында жанкүйерлер Мессидің атын қайта-қайта айтып сағынды. Жарайды. Мүмкін бапкерден, бірақ осы уақытқа дейін қаншама бапкерлер ауысты. Еш нәтиже болмай жатыр. Құрамы ескі болар, бірақ ескі құрамнан кеше тек Бускетс қана ойнады. Оның өзінде матчты аяғына дейін бітірмеді. Толықтай жаңа құрамнан да нәтиже болмай жатыр. Чемпиондар лигасының соңғы 14 ойында Барселонада 3 жеңіс, 3 тең ойын және 8 жеңіліс бар екен. Мұның бұрынғы Барселона деп айту қиын. Месси үйінде мұны нәтижені көріп бір жылап, бір іштей қуанатын секілді. Ал енді кеше Хави қандай қателіктер жасады? Жалпы осы Чемпиондар лигасында қандай қателіктерге бой алды? Толықтай демеймін, бірақ Барсаның көп ойын тамашаладым. Бұрынғы ойындарына қарағанда Хави келгелі кәдімгі әдемі ойын бар. Паста, соққыларда, ойын тактикасы да пайда болған. Пас үшін пас емес, ойын үшін пас болып жатыр. Жаңа трансферлер, мықты ойыншылар да Хавиді сыйлап келіп ойнауда.
Бавариямен қарсы ойында да біраз мүмкіндіктер иеленді. Интермен болған ойындарда да өзін әдемі көрсете білді. Айда бәрібір есеп көңілді түсіретіндей болып жатыр. Барселонаға тек қана тәжірибе мен сәттілік жетіспей жатыр. Еуропа лигасында кубокты көтере алады ма және келесі маусымда топтық кезеңнен шығады ма деген сұрақтар туындап жатыр. Ал сен қалай ойлайсың? Видео ұнаса лайк басып қолдау ретінде желаяқтай арнасына тіркеле кет. Қолдауың өте маңызды. Амандықта жолыққанша сау саламат.